әріптестер, біз Абай облысы білім басқармасы Аягөз ауданы бойынша мектеп жанындағы интернаты бар жалпы орта білім беретін номер 6 мектебінен келіп отырмыз. Инноватор зерттеу тобы. Бұл топта бізде 6 мүше бар. Биылғы оқу жылында зерттеу, бүгінгі күні келіп отырған зерттеу сабақтарын жүргізетін ұстаздар орыс тілі пән мұғалімі Нұрпейісова Бақытжан Кизатбековна, тарих пән мұғалімі Манкыбаева Мақпал Төлеуғазина және география пән мұғалімі Ахметжанова Маржан Төлеубайқызы. Енді білесіздер, бұл зерттеу сабақтарына біз келісе отырып, ұстаздар 9-шы А сыныбын алдық. Негізі бұл сыныппен 3-ші жыл қатарынан жұмыс жүргізуде. Сыныпта 11 оқушы бар. Бұл сыныптың ерекшелігі неде? Не үшін бұл класқа алынды? Неге бұл класс алынды? Өйткені бұл кадет классы болғаннан кейін сіздер жақсы білесіздер. Бізде бұл кадет классында кілең ұлдар оқиды, 11 ұл. Одан кейін кадет класын алған кезде Аягөз ауданы бойынша, Аягөз қаласы бойынша әр мектептен жиналған балалар. Содан кейін бұл балалар болғаннан кейін кішкене тәртібі, сабақ сапасы кішкене төмендеу. Сондықтан біз осы класста алдық. Сынып жетекшісі Сарымбаева Нұргүл қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. Зерттеу сұрағы білім алушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру үшін ойын түрлерін қолданудың тиімділігі қандай? Қандай кедергілер кезікті? Ынтымақтастық атмосферасының дұрыс жолға қойылмауы, топтық жұмыстың болмауы, интербелсенді әдіс тәсілдерді қолдануда тәжірибе керектігі. Шешу жолдары ынтымақтастық атмосфераны туғызу, топқа дұрыс бөлу, сабақты жаңа әдістермен түрлендіріп өткізуге қалыптастыру. Нәтижесінде оқушыларды өзін-өзі бағалай отырып, өз ойларын еркін жеткізуге дағдыландыру. Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс тәсілдерді тиімді пайдалана отырып, теориялық білімдерін дамыту, оқыту мен оқудағы бағалау жүйелерін жетілдіру. Енді сабақта біз мен жеңімпаз ойыны арқылы білім алушылардың қызығушылығын мен белсенділігін арттырдық. Негізі, енді айтып жатырмыз ғой, бұнда әртүрлі пән мұғалімдері, сондықтан біз сабақ өткізер кезде міндетті түрде ақылдаса отырып, осы мына әдістерді қолдандық. Бұл сандар сөйлейді әдісі, сәйкестендіру және мен жеңімпаз әдісін қолданып КСП-ны жасадық. Соған сабақты бағалаған кезде бәйге әдісін қолдандық. Енді мен өзімнің сабағыма тоқталып кетсек, қараша айында бізде 9-шы сыныпта певец свободы тақырыбында сабақ өтті. Бұл сабақтың мақсаты және Александр Сергеевич Пушкиннің өмірімен, шығармашылығымен таныстыру оқушыларды, сыни ойлау дағдысын дамыту және грамматикалық білімдерін жетілдіру болатын. Енді сабақта біз осы әдістерді қай этабында қолдандық десек, сабақты бекіту және кітап бойынша бізде мақала берілген Пушкиннің өмірбаянына байланысты. Соны бекіту мақсатында біз сандар сөйлейді әдісін қолдандық. Сандар сөйлейді әдісінде жәнегі өмірбаяны болғандықтан цифрлар өте көп. Негізі бұнда топ, екі топқа бөлінді. Бұлар әдебиетшілер және тарихшылар тобы. Сандарды бөлгенде де мен мысалы өмірбаянына байланысты сандарды әдебиетшілерге берсем, екіншісін тарихшылар тобына бердім. Өйткені бұнда Пушкиннің өмірімен жәнегі тарихи оқиғаларда өте тығыз байланысты. Сондықтан балалар осы санды ақпараттық деректі толық дамыту үшін осы сұрақтарға жауап берді. Енді келесі топтық жұмыстардың бірі, келесі әдіс бұл сәйкестендіру. Сабақта тек қана мәтінмен ғана жұмыс істеу емес, суретпен жұмыс істеу мақсат қоя отырып, жәнегі Пушкиннің келбетін, портретін сипаттау,
туралы мәтін оқушыға ұсынылды. Екінші, бұл Кипринскийдің Пушкин портреті берді. Осында оқушылар екі дерек сөз мәтін мен суретті салыстыру арқылы айырмашылығы, ортақ қандай түсініктер бар екенін, содан кейін өз ойларымен бөлісті. Бұл тапсырмаларды орындаған кезде оқушылардың сыни ойлау дағдылары дамыды деп ойлаймыз. Ең сабақты қорытындылау кезінде ең жеңімпаз әдісін жаңағы бүкіл мәліметтерді, ақпаратты меңгерту үшін Сократив платформасы да оқушыларға тест сұрақтары берді. Сол сұрақтар арқылы оқушылар өткен тақырыпты бекітті. Енді құрметті әріптестер, жаңағы бірінші әріптесіміз Бақытжан Қызаркелдин айтып өткендей, осы 9-шы А сыныбының биылғы жылдың 3-ші жыл біз зерттеп бақылауға алып отырғанымыз, ерекшелігін біліп отырсыздар, жаңа қиындықтардың бар екенін біліп отырсыздар, тәртіп жағынан болсын, білім сапасы жағынан болсын. Бұл сыныптың ішіндегі аз оқушы болса да, бәрібір де жаңағы сапа менен тәртіп жағынан олқылықтары көрініп тұрды. Енді оқушылардың арасында жаңағы сауалнамалары алынды, жаңағы әрбір сабақ өткен сайын сабақ үстінде бақылаушылар жаңағы ол бала жұмыс жасай алды ма, осы жоғарыда айтып өткен тапсырмаларды орындай алды ма, яғни біз ол тапсырманы келесі сабаққа қолдана аламыз ба, ол тапсырмады ол оқушы алып шыға алады ма, оны меңгереді ма деген әртүрлі жаңағы сауалнамалар алынды. Өздеріңіз экранға көрсетіп отырмыз. Түгел жаңағы оқушымен тығыз байланыс жасатылды. Қаңтар, ақпан, наурыз айларында. Енді сабақта жеткен жетістігіміз бойынша айтатын болсақ, жаңағы әрқайсысы сіздер тоқталып өттіңіздер ғой, А деңгей, Б деңгей, С деңгей деп. Ондай оқушы осы 11 оқушының ішінде де бар. Жаңағы бұл жерде А деңгейі оқушының жеткен жетістігі білім алушыны күткен үмітімізді ақтады. Яғни тапсырмаларды орындау, сіздерде керісінше А деңгейлі оқушы жаңағы төмен түсіп қалып жатыр деп айтып жатырмыз ғой. Бізде жақсы, керісінше бізде А деңгейлі жақсы нәтиже көрсетті, тақырыпты орындай алды, тапсырмаларды меңгере білді. Оқушы сабақ материалы толық көлемде меңгеріп, қасындағы оқушыға жаңағы көмектесе бастағанын, оған жаңағы өзінің ықпалын тигізе бастағандығын байқадық. Б деңгейдегі оқушымыз білім алушы берілген тапсырмаларды орындап, қосымша материалдармен жұмыс жасай білді, бірақ көшбасшы ретінде өзін таныта білмеді. Яғни қосымша сабаққа ұсынылған дидактикалық материалдарды пайдаланды, тапсырмаларды орындады. Әлі де оған көмек қажет екендігін білдік. С деңгейлі оқушы білім алушылардың сабаққа белсене қатысып, материалдарын жаңағы жұмыс жасайды, жеңіл тапсырмаларды орындайды, қызығушылықпен орындайды. Соңғы зерттеу сабағында ол бізде география сабағы болды, ол баланың жаңағы ынтасының жоғары көтерілгендігін байқадық. Зерттеу барысында жеткен жетістіктеріміз оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамуы, сынып оқушылардың оқуының жақсаруы, қолданылған әдіс-тәсілдер арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын арттыру, мұғалімдердің кәсіби педагогикалық және білімін дамыту. Енді мониторингқа келетін болсақ, бізде жаңағы 2-390 бойынша орыс тілі әдебиеті 54-тен 5%-ға дейін көтерілгендігі, географиядан 63-тен 69 6% көрсетілген, тарих бойынша 54-тен 59%, яғни 5%-дық көтерілгендігі байқаймыз. Әлі де қажет етеді. Бұл біраз көтерілген. Біз бұдан да бақылау нелер болды. 90-дық қорытындысының бәрін көріп отырмыз. Сол бойынша өзіміз пәндік қорытындымыз осындай деңгейге жетті. Бүгінгі сыныптарда үдерісі оқытудағы жаңа қырларды ашып, оқушылардың оқуға тереңірек түсінуге мүмкіндік берді. Зерттеу сабағы барысында әрбір оқушының әрекеті, ойлау деңгейі және тапсырмаларды орындау тәсілі жан-жақты талданды. Енді жалғыз ғана тарих, орыс тілі пәні, сол сияқты мен өз пәнінде де осы сәйкестендіру, статистикалық материалдармен жұмыс істеу, яғни сандар сөйлейді, мәліметтерді мен жеңімпаз сияқты біз барлығы жаңағы осы үш біріккен мұғалім әдіс тәсілдерін бірге қолдануға тырыстық, соның нәтижесін талдап отырдық. Соның арқылы бізге сабақ беру әдістерімізді жетілдіруге тиімді стратегиялар анықтауға жол ашты. Яғни біз бірге отырып осы
әдістерді бірлескен пайдалана білдік. жұмыстың Сондықтан да бірлескен жұмыс ашып талқылау арқылы біз кәсіби тұрғыда дамып тәжірибе алмасудың маңыздылығына көз жеткіздік. Алдағы уақытта да осы тәсілді жалғастырып оқыту сапасын арттыруға күш саламыз деп ойлап, енді болашақта біздің балаларымызды осы бәрінде 5-6% деген енді әлдеқайда жетістік. Енді және біз байқап отырсақ, көп 20% 20% бар екен, біз ойлап қалдық. Әлеуі жұмыс жасау керек деп енді бізге Ол үйде сөйлеген 2 минуттан асып кетмейді ме?